Сәлеметсіздер ме? Дәрісіміздің тақырыбы құрамында дәрумендері бар дәрілік өсімдік шикізатын талдау. Бүгінгі тақырып бойынша қарастыратынымыз дәрумендер туралы жалпы түсінік, жіктелуі, дәрумендердің физика-химиялық қасиеті, соның ішінде аскорбин қышқылы, каротиноидтарды қарастыратын боламыз. Құрамында дәрумендері бар дәрілік өсімдік шикізатын жинау және кептіру ережелері, дәрумендерді сапалық талдау әдістері, сандық анықтау әдістері, және де құрамында дәрумендері бар дәрілік өсімдік шикізаты және олардың медициналық қолданылуы. Дәрумендер адам ағзасындағы зат алмасудың бір қалыпты болуы үшін аз мөлшерде қажетті биологиялық белсенді органикалық қоспалар болып табылады. Дәрумендер адам ағзасына өсімдіктер және де жануарлардан алынатын өнімдерден келіп түседі. Дәрумен деген вита, латынша тіршілік дегенді білдіреді. Осы дәрумен туралы білімнің негізін ең бірінші қалаған орыс дәрігері Николай Лунин болып саналады. Содан кейін поляк дәрігері сол кезге дейінгі бар тәжірибелер нәтижесінде ғылымға дәрумен терминін енгізген. Дәрумендер ағзада өте үлкен рөл атқарады, өйткені олар аз мөлшерде әртүрлі биохимиялық процестерге қатысады. Дәрумендердің ағзада көп болуы немесе жетіспеушілігі әртүрлі ауруларға алып келеді. Мысалы, цинга, соқырлық, рахит деген секілді әртүрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Егер де ағзада дәрумендердің жетіспеушілігі байқалса, оны гиповитаминоз деп атаймыз, болмауы авитаминоз, артық мөлшерде кездесуін гипервитаминоз деп атаймыз. Витаминдер емес, бірақ олардың организмде пайда болуының алғы шарттары ретінде қызмет ететін қосылыстар провитаминдер деп аталады. Оларға мысалы каротиноидтарды жатқызсақ болады, олардан А дәрумені пайда болады. Д дәруменіне айналатын кейбір сериндер жатады. Дәрумендермен бірге тағам құрамында биологиялық белсенді заттар бар. Олардың жетіспеушілігі ешқандай ауруларға алып келмейді. Бұл заттарды дәрумен тәріздес заттар деп атаймыз. Оларға мысалы биофлавоноидтар, пангам қышқылы, инозит, холин деген секілді заттар жатады. Дәрумендердің жіктелуі. Дәрумендер ерігіштік қасиетіне байланысты, әріптік, биологиялық рөліне байланысты және де химиялық құрылысына байланысты жіктеледі. Бірінші ол бізде ерігіштік қасиетіне байланысты дәрумендер суда және де майда еритін дәрумендер болып келеді. Майда еритін дәрумендерге А, Д, Е және К дәрумен жатады. Қалған дәрумендер бізде суда еритін дәрумендерге жатады. Әріптік жіктелу дәрумендердің ашылу ретіне байланысты әріптік алфавит бойынша аталған. Және де биологиялық рөліне байланысты дәрумендердің атқаратын физиологиялық қызметіне қарай, мысалы Д дәрумені жетіспеген кезде бізде рахит ауруына алып келеді. B12 болса анемияға алып келуі мүмкін. Сол секілді рахитке қарсы, анемияға қарсы деген секілді физиологиялық қызметіне қарай олар жіктеледі. Және де химиялық құрылысы, ол химиялық структурасына байланысты алифатты, алициклды, ароматты және де гетероциклды болып бөлінеді. Келесі алдарыңызда химиялық жіктелуі көрсетілген дәрумендердің алифатты дәрумендерге аскорбин қышқылы, пангам қышқылы, пантотен қышқылы және де метилметионин сульфония хлорид немесе У дәрумені жатады. Келесі бізде алициклды дәрумендер, оларға А және Д дәрумені жатады. Ароматты құрылысы бар дәрумендерге филохинон жатады, К дәрумені. Қалған дәрумендер гетероциклды құрылысы бар дәрумендерге жатады. Олар Е дәрумені, П, ПП, B6, B1, B2, B12, фолий қышқылы деген секілді дәрумендерді жатқыза аламыз. Келесі дәрумендердің физика-химиялық қасиеті, соның ішінде аскорбин қышқылы. Аскорбин қышқылы бізде ақ кристалды ұнтақ болып келеді, қышқыл дәмі бар, иісі жоқ, суда, спирттерде оңай ериді, алайда эфир, хлороформ, бензол секілді полярлы емес органикалық еріткіштерде ерімейді, және де тотыққан кезде ол дигидроаскорбин қышқылына айналады. Алдарыңызда аскорбин қышқылының формуласы келтірілген. Келесі бізде каротиноидтар. Каротиноидтар олар қызылдан сарыға дейінгі кристалды заттар мен майлар болып табылады. Полярлы емес органикалық еріткіштерде, спирттерде, ацетонда жақсы ериді. Олар өсімдіктерде ең көп таралған ликопин каротиноидының туындылары болып табылады.
Каротиннің 3 түрлі изомері бар. Олар альфа, бета және гамма каротин. Соның ішінде ең құндысы бізге бета каротин болып табылады. Өйткені ағзада бета каротиннен 2 молекула А дәрумені түзіледі. Құрамында дәрумендер бар. Дәрілік өсімдік шикізатын жинау және кептіру ережелері. Жинау ережесі жалпы дәрілік өсімдік шикізатын жинау ережесіне сәйкес шикізат түріне байланысты. Мысалы, гүлдену кезеңінде жапырақтары мен шөптері жиналады. Жемістері күз уақытында толық піскен кезде жиналады. Ал кептіру барысында ерекшеліктері бар. Мысалы, құрамында аскорбин қышқылы бар дәрілік өсімдік шикізатын жасанды жылыту әдісімен кептіргіштерде 80-90 градуста тез арада кептірілуі қажет. Өйткені баяу кептіру кезінде С дәрумені тез бұзылады. Және де құрамында майда еритін дәрумендер болған кезде оларды 40-50 градус Цельсияда кептіріледі. Соның ішінде төменде көрсеңіздер болады, әр өсімдік шикізатын қанша градус Цельсияда кептірілген оңтайлы екені көрсетілген. Дәрілік өсімдік шикізатынан дәрумендерді бөліп алу. Бөліп алу әдісі дәрумендердің еріткіштік қасиетіне байланысты. Мысалы, суда еритін дәрумендерді сумен немесе қышқылдардың сулы ерітінділерімен бөліп алса болады. Ал майда еритін дәрумендерді бөліп алу үшін экстрагент ретінде органикалық еріткіштерді қолданамыз. Дәрумендерді сапалық талдау әдістері. Дәрумендерді сапалық талдау үшін жұқа қабатты хроматография әдісі қолданылады. Аскорбин қышқылын анықтау үшін дәрілік өсімдік шикізатынан сулы сығынды алынады. Хроматографиялық пластинаға, старт линиясына сулы сығынды тамшысын және де аскорбин қышқылының стандартты ерітіндісі тамызылады. Пластинканы этил ацетат, сірке қышқылы ерітінділер жүйесі құйылған хроматографиялық камераға салып қоямыз. Содан кейін пластинка шығарылып кептірілгеннен кейін оны 2,6 дихлор фенолинді фенолят натрия ерітіндісімен өңдейміз. Сол кезде, егерде аскорбин қышқылы болған жағдайда, көк фонда ақ дақтар байқалады. Екі дақтың да түсі және көтерілген қашықтығы бірдей болуы керек. Сол кезде дәрілік өсімдік шикізатының құрамында С дәрумені бар деп айта аламыз. Келесі каротиноидтарды анықтау. Бұл жерде де жұқа қабатты хроматография әдісі қолданылады. Құрамында каротиноидтары бар дәрілік өсімдік шикізатын хлороформмен өңдейміз. Алынған сығындыны хроматографиялық пластинкаға тамызамыз және де қасына бета-каротиннің стандартты ерітіндісі тамызылады. Ерітінділер жүйесі ретінде гексан ацетон қолданылады. Айқындағыш ретінде этанолдағы фосфор-молибден қышқылының 10% ерітіндісі қолданылады. Содан кейін пластинканы айқындағышпен өңдегеннен кейін оны кептіргіш шкафында 60-80 градуста бірнеше минут кептіреміз. Содан кейін, егерде құрамында каротиноидтар болған жағдайда, сары жасыл фонда көк дақтар пайда болады. Келесі К дәруменін анықтау. Бұл жерде де жұқа қабатты хроматография қолданылады және де құрамында К дәрумені бар дәрілік өсімдік шикізатын гексан ерітіндісімен өңдейміз. Алынған сығындыны хроматографиялық пластинкаға тамызамыз. Қасына К дәруменінің стандартты ерітіндісі тамызылады. Ерітінділер жүйесі ретінде бензол, петролей эфирі қолданылады. Айқындағыш ретінде ультракүлгін жарығында 360 нанометрде дақтарды қараймыз. Сол кезде құрамында дәрілік өсімдік шикізатының К дәрумені болған жағдайда ультракүлгін жарығында сары жасыл дақтарды көре аламыз. Дәрумендерді сандық анықтау әдістері. Аскорбин қышқылын сандық анықтау үшін титрлеу әдісі қолданылады. Алдын ала сақталған дәрілік өсімдік шикізатына су қосып, сулы сығындысы алынады. 1 мл фильтратқа 1 мл хлорсутек қышқылы және де су қосылады. Содан кейін оны 2,6 дихлор фенолинді фенолят натрия ерітіндісімен қызғылт түске дейін титрлейді. Сандық анықтау барысында жүретін реакция төменде көрсетілген. Каротиноидтардың сандық анықталуы. Мемлекеттік фармакопеяға сәйкес Қазақстан Республикасының каротиноидтарды спектрофотометрия әдісімен анықтаймыз. Құрамында каротиноидтар бар дәрілік өсімдік шикізатынан каротиноидтарды бөліп алу үшін спирт немесе петролей эфирі қолданылады. Және де жұмыс барысында салыстыру ерітіндісі ретінде хромат калийінің судағы ерітіндісі қолданылады. Осы зерттеліп жатқан ерітіндінің және де салыстыру ерітіндісінің оптикалық тығыздығы өлшенеді. 450
нанометр толқын ұзындығында. Төменде көрсетілген формула бойынша каротиноидтардың сандық мөлшерін осы әдіспен білуге болады. Ары қарай құрамында дәрумендері бар дәрілік өсімдік шикізатты қарастыратын боламыз. Бірінші өсімдігіміз бұл итмұрын өсімдігі, раушангүлдер тұқымдасына жатады. Шикізаты ретінде жемістері қолданылады. Розе фруктус. Химиялық құрамы бойынша жемістерінде С дәрумені өте көп мөлшерде кездеседі. Және де К, Б, каротиноидтар да кездеседі. Медициналық қолданылуы көбінесе итмұрын жемістерін поливитаминді, өт айдайтын әсер көрсететін дәрілік зат ретінде қолданады. Қазіргі таңда кароталин, масло шиповника, сироп шиповника, холосас деген секілді препараттары бар. Келесі өсімдік бұл бізде дәрілік қырмызы гүл, календула официналис, күрделі гүлдер тұқымдасына жатады. Шикізаты ретінде гүлдері қолданылады. Календула флорес. Химиялық құрамында каротиноидтар кездеседі. С дәрумені бар ащы заттар, шайырлар, таниндер, эфир майлары да кездесуі мүмкін. Медициналық қолданылуы көбінесе дәрілік қырмызы гүл бізде қабынуға қарсы жараны жазатын антисептикалық әсер көрсетеді. Ратакан, калифлон деген секілді препараттардың құрамына кіреді және де әртүрлі жақпа май, тұндырма, тұнба ретінде де қолданылады. Итшомырт шырғанақ гипофая рамноидес жидек тұқымдастарына жатады. Шикізаты ретінде жемістері қолданылады. Гипофаес фруктус. Химиялық құрамында каротиноидтар көптеп кездеседі. С дәрумені, Б тобының дәрумендері, К, Е дәрумендері, флавоноидтар, таниндер де кездеседі. Медициналық қолданылуы ол тіндердің регенерациясын жақсартады. Күйікті, экзема, дерматиттерде әртүрлі жараларды емдеуге қолданады. Соның ішінде олазоль, гипазоль, масло облепихи деген секілді дәрілік заттары шығарылады. Қос үйлі қалақай, уртика диоика, қалақайлар тұқымдасына жатады. Шикізаты ретінде жапырақтары қолданылады. Уртика фолия. Химиялық құрамда ең маңызды дәрумен ол К дәрумені болып табылады. Сонымен қатар С дәрумені, Е, Б2, Б1 дәрумені, флавоноидтар, органикалық қышқылдар да кездеседі. Медициналық қолданылуы К дәруменіне байланысты қан тоқтатқыш әсер көрсетеді. Дәруменді жинақтардың құрамына кіреді. Гиповитаминоз кезінде де қолданылады және де аллахол препаратының құрамына кіреді. Жұмыршақ өсімдігі капсела бурса пасторис 40 қабат тұқымдасына жатады. Шикізаты ретінде шөбі қолданады. Химиялық құрамда ең маңызды дәрумен ол К дәрумені болып саналады. Құрамында бета-каротин, флавоноид, сапониндер, кумариндер де кездеседі. Медициналық қолданылуы фармакологиялық әсері осы құрамдағы К дәруменіне байланысты әртүрлі қан кетулерде қан тоқтатқыш ретінде қолданады. Кәдімгі жүгері зея майес бұршақ тұқымдастарына жатады. Химиялық құрамында Е дәруменіне бай болып келеді. С, К дәрумендері де кездеседі. Полисахаридтер, каротиноидтар, флавоноидтар, сапониндер де бар. Медициналық қолданылуы көбінесе өт айдайтын диуретикалық, гемостатикалық және де атеросклерозға қарсы әсер көрсетеді. Холецистит, гепатит ауруларында өт айдайтын зат ретінде қолданады. Майлы майы атеросклерозын алдын алу үшін және де емдеу үшін қолданылады. Кәдімгі шетен сорбус аукупария раушангүлдер тұқымдасына жатады. Шикізаты ретінде жемістері қолданады. Химиялық құрамында каротиноидтар кездеседі. Флавоноидтар, С, Б2, Е, П дәрумендері де кездеседі. Медициналық қолданылуы көбінесе кәдімгі шетен ол бізде поливитаминді зат болып келеді. Жинақтар құрамына кіреді және де жаңа піскен жемістерінен каротиноидтардың май сығындысын алады. Олар витаминді сиропқа өңделеді. Қара қарақат рибес нигрум, рибес нигрифруктус, қара қарақат жемістері шикізаты болып табылады. Химиялық құрамында жемістерінде С дәрумені бар, П, Б2, Б6, Е, Д дәрумендері, каротиноидтар, флавоноидтар, органикалық қышқылдар кездеседі. Медицинада көбінесе поливитаминді зат ретінде қолданады. Жапырақтары дәрумендердің көзі болып табылады және дәрумендер жинағына шайлар құрамына кіреді. Келесі бізде соңғы өсімдік бұл кәдімгі шәңкіш, вибурнум опулус,
ұшқаттар тұқымдасына жатады, шикізаты ретінде қабығы және де жемісі қолданады. Вибурний кортекс и вибурний фруктус. Химиялық құрамы бойынша қабығы да жемісінде де С дәрумені өте көп мөлшерде кездеседі. Қабығында тағы да К дәрумені, каротиноидтар, флавоноидтар, фенол гликозидтері кездеседі. Жемістерінде В тобының дәрумендері, каротиноидтар, сапониндер, калий тұздары бар. Медициналық қолданылуы. Көбінесе кәдімгі шәңкіш гемостатикалық, витаминді, патагонды қабынуға қарсы әсер көрсетеді. Қабығы мен жемісін тұнба және қайнатпа ретінде қолданады. Назарларыңызға рахмет.